Қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет, дәмді, оңай әрі биік пирог жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, тұз, сұйық май, сүт, ұн және қамыр қопсытқыш қажет болады. Жұмыртқаны тұзбен бірге миксерлейміз. Енді қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Мінекей осындай масса шығу қажет. Ендігі кезекте сұйық май және сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды қамыр қопсытқышпен бірге салып, ақырын араластырамыз. Масса осындай қоймалжың болу қажет. Форма 22 диаметр, астын жақсылап майлап құйдым. 160 градуста 40 минуттай пісіріп алдым. Баршаларыңызға ас болсын.